Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Құрметті көрермендер, міне бүгін біз өзіміздің сүннет бойынша намаз оқу циклдік дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі мына бір хадисті бірге өтіп, соның түсініктемесін бірге талдайтын боламыз. Ол хадисте түп нұсқасында ан Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума қал наха Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама я'тамида ар-раджулу аля ядайхи иза нахада фис салати деп келеді. Бұл хадисті, құрметті көрермендер, имам Абу Дауд, Ибн Хузайма және имам Хаким, Алла оларды рахмына бөлесін, риуаят етіп келтірген хадис. Абдулла ибн Умардан, Алла ол екеуінен разы болсын, Алла елшісінің, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, бұлай дегендігін келтіреді. Пайғамбарымыз, Алланың елшісі, саллаллаху алейхи вассалам, намаз оқушының намаз оқыған сәтінде, мынау сәждеден қиямға түрегелген сәтінде, мынау бірінші ракағаттан екінші ракағатқа түрегелгенде, және үшінші ракағаттан төртінші ракағатқа, жалпы екіншіден үшіншіге түрегелген сәтінде, қиямға барған сәтіндегі оқу үлгісінде қолмен жерге тіреніп, сүйеніп барып түрегелуден пайғамбарымыз тыйым салған деп хадисте бізге келген екен. Яғни намаз оқушы сәжде жасағаннан кейін сәждеден немесе отырыста, екінші тәшәһүдте, екінші ракағаттағы отырыстан кейін үшінші ракағатқа көтерілген сәтінде, қиямға барған сәтте қолмен сүйеніп барып түрегелуден Алла елшісі тыйған екен. Яғни біз көтерілген сәтте бірінші қолымызды алып, одан кейін барып тіземізді алып жерден, содан кейін барып қиямға көтеріледі екенбіз. Яғни сүннет бойынша хадиске сүйенетін болсақ, осылай орындау керектігі жайында бізге пайғамбарымыз мирас етіп айтып жеткізген болатын. Ал енді құрметті көрермендер, имам Хаким рахимахулла ол айтады, бұл хадистің дұрыс болу шарты, яғни сахих болу шарттарын барлығы имам Бухари мен имам Муслимнің шарттарына сәйкес келеді деп айтқан. Және имам Az-Захаби, Алла оны рахмына бөлесін, ол да осы ойда, осы пікірде тоқталған болатын. Олай болатын болса, біз намазы оқыған сәтінде осы нәрсеге көңіл бөлейік. Я, әрине, ғалымдарымыз айтады, кімнің егер жасы жетіп, кәрілік болып, немесе бір сырқаттанып ауыр жағдайда болатын болса, егер ол бірден аяққа түргеліп кетуге шамасы жетпесе, онда қолмен сүйеніп түргелсе, ода тұрған ешқандай бір тыйым салынған нәрсесі жоқ дейді. Егер қиналатын болса, өзі былай түргеліп кете алмаса, шамасы жетпесе, онда қолмен көмектесіп сүйеніп түргеледі екен. Ал егер денсаулығы болып тұрып, шамасы болып тұрып, бірақ қолмен сүйеніп қиямға тұратын болса, оны ғалымдарымыз макрух деп санаған екен. Олай болатын болса, намазымызды дұрыс орындайық, сүннетке сәйкес болуына көңіл бөлейік, Алла тағала құлшылығымызды қабыл етсін. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи rabbil alamin.